Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өте қарапайым әрі тез дайындалатын бір тестіден 3 түрлі булочка жасауға болатын сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызға 2 жұмыртқа, одан кейін тұз қосып, оның үстіне қант қосып, одан кейін бір ас қасықты толтырмай, яғни құрғақ ашытқымызды, дрожжымызды саламыз. Енді осының үстіне сұйық майды құятын боламын. Содан кейін мен жылы сүтті жылытып дайындап қойдым. Осының үстіне қазір жылы сүт құямын. Негізі сүтті жылытып қойған дұрыс. Қамырымыз жұмсақ қамыр болып шығады, және де тез көтерілетін болады. Енді осылай барлығын қасықтың көмегімен араластыра отырып, ары қарай қолдың көмегімен ұнымыздың басын біріктіріп, жұмсақ қамыр илейтін боламын. Жылы сүтке иленгеннен кейін бұл қазір тез көтерілетін болады. Мен бұны 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қазір қойып қоямын. Мінекей дайын болды. Мінекей менің қамырым бұның алдында бір көтерілді. Мен оны қайтара бастырып илеп қойдым. Мынау екінші көтерілуі. Сондықтан қамырды 1-2 қайырсаңыздар керемет жұмсақ қамыр болып шығады. Енді өздеріңізге ыңғайлы қылып кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай 4 бөлікке бөлдім. Одан кейін барлығын шағындап осылай дөңгелектеп алдым. Енді осы қамырдың шетін қазір мен пышақтың көмегімен ұзынша қылып тіліп аламын. Содан кейін қайнатылған сгущенканы ортасына салып пісіретін боламын. Мінекей енді осыны өзіңізге қарай мінекей орап, осындай оп-оңай әрі әдемі булочканың жасауға болады. Келесін дәл осылай етіп жасаймын. Енді екінші түрі дөңгелек қылып жайғаннан кейін бір шетін кесіп ортасынан, және де бір жақ қапталына қарай осылай айналдырып орап шықсаңыздар, булочканың екінші түрі шығады. Енді мінекей үшінші түрін қазір мен үлкендеу қамырды алып, орташа, содан кейін оқтаудың көмегімен осылай дөңгелек қылып жазып аламын да, содан кейін осылай барлығын үш бұрыштап кесіп шығамын. Енді осының ортасына сгущенкамызды салып, бұны да шетінен жоғары қарай осылай орайтын боламын. Мінекей біздің үшінші түрі шықты булочкамыздың. Келесісінде дәл осылай етіп ораймын. Бұл булочкаларды шаймен ішкенге керемет. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Және де бұл булочкаларды балалар сабаққа алып кетсе де болады. Негізі мен бұл булочкаларды күнделікті үйде отбасымызға арнап жиі пісіремін. Мінекей осылай профильге салып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, қазір мен 170 градуста 30-35 минутқа пісіріп алатын боламын. Мінекей барлық булочкалар осылай көтеріліп жатыр. Және де біздің булочкаларымыз дайын болды. Достар, менің булочкам сіздерге ұнап жатса, комментария қалдырып, лайк басып, және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Бекзат.
келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Және де менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.